Алматыда Glovo компаниясының тамақ таситын курьерлері қаладағы жолдардың бірін жауып әкімдік алдына жиналды. 100-ден астам жұмысшы компаниядағы талаптарға өз қарсылықтарын осылай білдірді. Айтуларынша, мопедпен тамақ тасушылардың жалақысы тым аз. Оған қоса компания 2 тапсырысты бір тарифпен есептеуге көшіпті. Ал соның салдарынан курьерлер діттеген жеріне жедел жетеміз деп апатқа ұшырап, апта сайын жол көлік оқиғасының кесірінен бір тасымалдаушы қаза болады дейді. Осыған байланысты олар бүгін өз басшылықтарымен әкімдікке жаңадан 22 талап қойды. Тамақ тасымалдаушылар басшылықтарын бетпе-бет жүздесуге шақырып, талаптарын төтесінен қоя алмай біраз әуреленді. Айтуларынша, жалақы жұтаң, жол апаты көп, тіпті ай сайын бір адам көз жұмады екен. Есесіне курьерлерге кедергі көп, бонус жоқ. Басшылыққа бұндай базынасын айтқандар жұмыстан қуыла береді. Жыл басынан бері 50 тасымалдаушы курьерліктен кетуге мәжбүр болған. Осымен үшінші рет мирный переговор ретінде сөйлесуге түсіндіріп айтып жатырмық оларға. Біздің требуемізді орындасын. Жаңа қойған нелерімізге офистарына бардық, курьерский центрға жиналуға. Ол жақтан не бізге я демейді, не жоқ демейді, не ответін берген жоқ. Мы составили 22 пункта. Біз 22 талап қойып жатырмыз. Оның бірі клиент күту уақытына қатысты. Ал 2 минутта тапсырыс қабылдап үлгермесең, ол басқаға аударылады. Өз басшылығынан байыпты сөз естімеген наразы топ әкімдікке жиналды. Шенеуніктер оларға басу айтқанмен, тағам тасымалдаушылар райынан қайтпады. Сотқа қаралады, сотқа берсеңіздер міндетті түрде қаралады. А где, знаете, если честно, доверия нету к суду. Да. Сотқа берсе созбаққа салынады деген наразы топ мәселені бүгін шешуді талап етті. Сол үшін тіпті сарсөмке асынғандар мопедтермен көшенінде бұғаттауға тырысты. Ал компания басшылығы наразы топтың талабымен келіспейтіндіктерін жеткізді. Біз оларды жұмысқа алар кезде арнайы келісімшарт негізінде қабылдадық. Ондағы талаптарға келісіп, жұмысшы қол қойды. Сондықтан біз жалақыны көтере алмаймыз. Себебі компанияның өз шығынға ұшырайды. Ауа райының жайсыздығына байланысты бонустар бар, бірақ ол міндетті төлем емес. Дегенмен кәсіпкерлік басқармасы мен Glovo басшылығы және тағам тасымалдайтын курьерлер күні ертең кездесуді жоспарлап отыр. Жұмысшылар талап орындалмайынша айтқанымыздан қайтпаймыз дейді. Мақсат Жақсыбайлы, Информбюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.